Ыбырай Алтынсарин таза бұлақ. Үш жолаушы бір бұлақтың басында бір-біріне кез болыпты. Бұлақ бір тастақ жерден шыққан, айналасы қалың біткен ағаш жапырақтары бұлақтың үстіне төгіліп, суы мұздай, салқын, шыныдай жылтылдап тұрғаны сонша әдемі, таза бұлақ екен. Су шыққан жеріне бір қазан тайтасты біреу ойып қорғаныш қылып, тастың суағар жеріне жазу жазыпты. Ей жолаушы, болсаң осы бұлақтай бол деп. Манағы үш жолаушы бұлақтан ішіп қанған соң жазуды оқып, біреуі саудагер екен, ол айтты. Бұл жазылған ақыл сөз екен. Бұлақ күн-түн тынбай ағып алыс жерлерге барады. Бара-бара кеңейіп үлкейеді. Бұған бөтен бұлақтар құйып, сөйте бара үлкен өзен болып кетеді. Мұнан мұрат сол, сен де адам тынбай қызмет қыл. Еш уақытта жалқауланып тоқтап қалма. Сөйтсең сен де ақырында өз мұратыңа жетерсің, дегеніме деп білемін. Бұл жазудың мағынасы сіздер ойлағаннан да жоғарырақ болса керек. Бұл бұлақ кім-кімге де болсын даяр. Ыстықтағанды салқындатып, жанын рахаттандырады. Сусағанның шөлін қандырады. Және ол үшін ешқандай да ақы дәметпейді. Олай болса, адамға ғибрат сол. Біреуге жақсылық етсең, ол жақсылығыңды ешкімге міндет етпе дегені болса керек. Сен неге үндемей отырсың? Сен не дейсің? Жоқ, менің ойыма бөтен бір нәрсе келеді. Бұл бұлақтың суы бір орында тынып тұрып, шөп шалам түсіп, лай, қоқым болса, бұған адам мен айуан мұншалықты ынтық болмас еді. Бұлақ күні-түні тынбай ағып тазаланып тұрған үшін ынтық болады. Олай болса, жазудың мағынасы осы бұлақтай көңіліңді, бойыңды таза ұста дегені ма деп ойлаймын.